Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Гаухар. Бүгін сүрленген қазыдан қызар осындай өте дәмді, жасалу жолы оңай тағамды жасайтын боламыз. Бұл тағамды қазы кебаб деп атасаңыздар да болады. Алдымен бізге қазы керек. Сүрленген қазыны арнайы су құйылған табаға саламыз. Дәмді болу үшін мен лавр жапырағы мен қара бұрыштан қостым. 2,5-3 сағаттай қазыны жақсылатып қайнатып аламыз. Қазы пісірерге 1 сағат қалған кезде енді жылқының етін дәл видеодағыдай ірілетіп осылай тураймыз. Қызар, кез келген етті пайдалануға болады, яғни сиыр етінен де, қой етінен де жасауға болады. Табамызды бірінші қыздырып аламыз. Қызып тұрған табаға енді толтырып сұйық майды құямыз. Осы сұйық майға енді картоптарымызды қуырып алатын боламыз. Бұл жерде қыздар шағын көлемде картоптарды, яғни кішкентай картоптарды пайдалануға кеңес беремін, өйткені олар дөп-дөңгелек болып осылай әдемі қуырылатын болады. Картоптарымыз 1-10 минуттан кейін осылай қызарып бастайды. Қатты қызартпаймыз. Сарғыш түске енген кезде енді картоптардың барлығын табадан түсіріп алатын боламыз. Видеоның описание бөліміне барлық қажет құралдарды, яғни ингредиенттерін жазып қалдырамын. Мінеке, біздің картопымыз әдемі болып қызарды, сарғыш түске еніп, енді табадан картоптардың барлығын осылай түсіріп аламыз. Енді табадан артық 2-3 ожау сұйық майды алып тастаймыз, қыздар. Бірақ та сұйық майды алмасаңыздар да болады. Қазір біз енді осы сұйық майға еттің барлығын пісіріп аламыз. Оны да, қыздар, газдың қатты отында беті қызарғанша қуырып аламыз. Егер де ет тұздалмаған болса, дәміне қарай тұзын, бұрышын қоссаңыздар болады. Менде тұздалған ет болғандықтан мен бұған ешқандай да тұз қоспадым. Қуырылып болған етті енді оны да алып тастаймыз, және де осы кезде табамыздың астын, яғни газдың астын сәл ғана басендетеміз. Қалған барлық сұйық майды аламыз, тек қана бір ожаудай ғана сұйық майды қалдырамыз. Енді осы сұйық майға манағы қуырылып болған картопты саламыз, және де қуырылған етті саламыз. Дәміне қарай зирадан міндетті түрде қоссаңыздар болады, өйткені біздің тағамға зира ерекше дәм беретін болады. Одан кейін паприкадан да осы тағамның бетіне барлық жеріне осылай сеуіп шығамыз. Дәміне қарай сәл тұзды да қоссаңыздар болады. Сосын жарты стакандай суды құйып, бетін жауып, 1-1,5 сағаттай етіміз піскенше бұқтырып алатын боламыз. 2,5 сағаттың ішінде бізде қазы да дайын болды. Сонымен қатар қасына мен осы басмати фирмасының беста күрішінен пайдаландым. Қыздар, осы беста күріші маған өте қатты ұнайды. Шашап, әдемі болып пісетін болады. Тағы да плов, басқа да тағамдар жасаған кезде осы беста күрішін пайдалансаңыздар болады. Сонымен қатар достар, егер де менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп аламыз. Аптасына 3 рет осындай қолжетімді ингредиенттен жасалатын рецепттерді мен назарларыңызға ұсынып отырамын. Ал қоңыраушаның белгісін бассаңыз, осындай да бір қандай да бір жаңа рецепт шықса, сізге бірден хабарлама келетін болады. Енді ең соңында дайын болған қазыны сәл қалыңдау етіп видеодағыдай турап шығамыз, және де тағамыздың бетіне саламыз. Қызар, енді міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі керемет дәмді болып шығады. Рецепт ұнап жатса лайк басып, парақшама тіркелеміз. Ас болсын.